Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз дастархан сәнін келтіріп тұратын әрі дәмді, әрі әдемі тюльпан самсаларын жасайтын боламыз. Ең біріншіден қамырымызды илеп аламыз, ситадан ұнды өткіземіз, тұз, қопсытқыш, сары май, қаймақ барлығын араластырып, тоңазытқышқа 30-35 минутқа қоямыз. Ары қарай начинканы жасаймыз. Әркімнің өз қалауымен. Менде 500 грамм фарш еті, одан кейін приправалар, қарабұрыш, паприка, тұз және пияз, және үстіне сұйық май қостым. Барлығын араластырып, қамырымды тоңазытқыштан алып, міне менің фаршым дайын болды. Енді қамырымды осылай домалақ жасап, барлығын кесіп қоям видеодағыдай. Бұл қамырдың бір жақсы ұнды қажет етпейді, жабыспайды. Астына тефлоновый ковригімді қойдым. Осылай бір шетін пышақпен кесіп, самсамызды ораймыз. Енді бір-біріне жабыстырып, самсамыздың астын видеодағыдай көріп отқандарыңыздай енді мынаны созып осылай қойып қоямыз. Үстін кішкене көтереміз. Мен самсаларды кішірейтіп жасадым. Сіздер үлкен қылдырып жасасаңыздар да болады. Бірақ дастарханға осылай кіші самсалар жақсы тұрады деп ойлаймын. Себебі дәу самсаларды қойса, өте ыңғайсыз жеуге. Мен тағы да осылай видеомен көрсетіп жатырмын сіздерге анық болу үшін. Тестасы өте жұмсақ үлбіреп тұр. Енді духовкада 30-35 минуттай пісіріп аламыз 180 градуста. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Ал міне самсаларымыз дайын болды. Ас болсын. Егер қайталап жасағандарыңыз болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер қалай шыққанын.